Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді құлпынайлы пирогтың рецептін ұсынамын. Ол үшін видеоны өткізіп жібермей соңына дейін қараңыздар. Осылай ұнға шекерді салып, араластырып аламыз. Үстіне бөлме температурасындағы майымызды салып, крошки жасап аламыз. Үстіне бір дана жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Үстіне артық ұн, артық май салудың керегі жоқ. Осы тура рецептегідей жасасаңыздар, қамырларыңыз өте жұмсақ болып шығады. Міне осымен қамырымыз дайын. Ендігі кезекте начинкасын дайындаймыз. 300 грамм құлпынайға крахмалымызды салып араластырып аламыз. Үстіне шекерін саламыз. Және қаймақ салып араластырып аламыз. Мен бұл жерде қатырылған құлпынайды қолдандым. Қатырылған немесе свежий құлпынайды қолдансаңыздар да болады. Осылай қамырымызды жайып аламыз. Бұл қамырымыз песочный қамыр, пирогтарға, печеньеларға қолдансаңыздар да болады. Осылай қамырымызды жайып, үстіне формамызды қойып, жан-жағына бортиктарын жасап шығамыз. Мен бұл жерде диаметрін 23 етіп жасадым. Тура осы рецептпен 23-26 етіп жасасаңыздар болады. Осылай шанышқының көмегімен тез шығатын боламыз. Үстіне начинкасын саламыз. Дәмі прям йогурттың дәмі сияқты шығады. Өте дәмді пирогтардың бірі. Сізге де ұнайды деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер. Осымен печкаға жібереміз. 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Осымен пирогымыз пісіп шықты. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.